1418 күнге созылған қанды қасірет талай жанның жадында. Бұл айқасқа елімізден 1.366.000 адам, оның ішінде 5.183 қыз келіншек аттанды. Ал Маңғыстау облысынан 6.186 жауынгер жіберілді. Олардың қатарында Мәди Бекенов, Біләл Қалиев, Жұмағали Қалдықараев, Қартбай Бекжанов, Кемер Оңғарбаев, Исатай Сүйубаев сынды маңғыстаулық батырлар бар. Аймақ бойынша қан майданға жол тартқандардың 4290-ы туған жерге оралмады. Ал бүгінде облыс бойынша 11 соғыс ардагері ғана қалған. Ал Жаңаөзенде тек 62 тыл ардагерінің көз тірі. Осы қанды қырғында біздің қазақ халқы өзінің қандай ұлт екендігін көрсете білді. Біздің шығыстың қос жұлдызы деп аталып келген Мәншүктің, Әлияның есімдері тарихқа алтын әріппен жазылды. Олардың сол соғыста қайтыс болған жерлеріндегі Санкт-Петербург пенен Москва қаласында осы екі қандасымызға көшенің аттары берілді. 1990 жылы қаламызда 406 ұлы отан соғысы ардагері болса, қазір ардагерлер үйінде олардың тек естелік фотосуреттері қалған. Алапат майданда Кеңес одағының 26 миллион адамын ажал құшқан еді. Осындай қиыншылықпен қол жеткізген бейбіт өмірді жастарымыз бағаласа екен деген үлкендердің тілегі бар. Қарты үйдің қазынасы бар дейді. Біздің жастарымыз сол аталарымыздың, бабаларымыздың алып берген осы нелері. Бұрынғы уақытта да болған, қазіргі отан соғысында да болғанда, соны біз ата-анамызды бағалай білуіміз керек, жастарға айтатын. Өздері жұмысын дұрыс жасап, тәртіпті болу керек. Бір жағадан бас шығарып, бір ауыздан бір жеңнен қол шығарып дегенде, сонда ауызбіршілік берекетте болу керек. Бәріміз аманшылық, тыныштық тілеймейді болды. 9 мамыр Жеңіс күні болса, биыл бұл жеңіске 75 жыл. Дата айтулы болғанымен, биыл мерейтойды кең көлемде атап өту мүмкін болмай тұр. Десе де еліміздің түкпір-түкпірінде ардагерлерге зор құрмет көрсетілуде. Жаңаөзенде де солай. Нұр Отан партиясының Жаңаөзен қалалық филиалы қызметкерлері республикалық біз біргеміз акциясы шеңберінде оларға азық-түлік, медициналық бетперде мен керек жарақтар үлестірсе, тыл ардагерлеріне 75 жылдыққа арналған медальдарды табыстау әлі де жалғасып жатыр.